Өт жолдарын үй жағдайында қалай емдеуге болады? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаның алмастырғысыз рөлі бар. Алайда адамдар жүрек немесе өкпенің саулығының маңыздылығын есте ұстағанымен, ас қорыту жүйесі ағзаларын жиі ойлай бермейді. Организмдегі маңызды ағзалардың бірі бауырдың саулығын қалай сақтау керек? Өйткені бауырдың саулығы өттің дұрыс жұмыс жасауына тікелей байланысты. Сау организмде бауыр үнемі әр тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттарды организмнен шығарады. Бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мл өт бөліп шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Жасушалардың қабынып зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер-тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер-тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендетіп жібереді. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болуы мүмкін. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт бойы жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды. Адам ісінеді. Дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп жазуының өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерлердің көмегіне жүгіну қажет. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады. Алайда мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі, қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері бар. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмектің өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кейде жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Төменде аталған жағдайлар кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ. Яғни асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит, созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы, басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы. Жүктілік пен емізу. Организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Ағзаңызға зиян жасамау үшін терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда ультрадыбыстық зерттеу, рентген немесе 12 елі шекті зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Процедурадан 3 күн бұрын мына өнімдерді тұтынбаған жөн. Ол сүт өнімдері, бұршақ, үрме бұршақ және бұршақ тұқымдастар, шырышты қабықты тітіркендіретін көкөністер, шомыр, шалғам, пияз, сарымсақ, тәттілер мен газды сусындар, жаңа піскен нан мен құрамында ашытқысы бар нан өнімдері. Сонымен қатар белсендірілген көмір немесе басқа да энтеросорбенттер қолдануға болады. Процедура алдында аздаған мөлшерде су ішуге болады. Зерттеу аш қарынға жүргізіледі. Зерттеу нәтижелерінде сізге қарсы көрсетілімдер болмаса, мына әдістерді қолдануыңызға болады. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, яғни творогқа, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың, яғни редканың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм, тас жиналудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтуі
бауырдың жеңілдеуіне әсер етеді. Балды күштен өткізілген сәбізден қосып банкіге салып, біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе бауыры, өт жол ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, бүйрегі, бауыры, өт жол ауыратындарға өте пайдалы. Ал пиязды бауыр мен өт жолдарына қалай пайдалануға болады? Үстіне шекер сеуіп, буға пісірілген пияз бауыр мен өт жолдары ауруларына ем болады. Пияздың тұқымын суға қайнатып ішсеңіз, бүйрек ауруларына дауа. Осы қайнатпаны 1:1 мөлшерінде піскен сүтке араластырып ішсеңіз, көзіңіздің көру қуаты артады. Сонымен қатар жалбыздың да пайдасы бар. Жалбызды өт бөлінің бұзылыстарында, өттің және өт жолының қабынуында, сонымен қатар өттегі тас аурулары мен сары ауруда, ісінулерде, асқазан шаншуларында, ас қорыту және жүйке жүйесінің жұмысындағы бұзылыстарында, ұйқысыздықта, бас сақинасында, невралгияда, жүйке тырысуында және етекір кезеңінің бұзылыстарында қолданады. Оны қосымша ретінде салатта, кондитер өндірісінде, сусындар, арақтар мен ликерлер өндірісінде, сонымен қатар хош иістендірілген сірке суын, қуырылған етті және зельц дайындауда қолданады. Ұлыбританияда жалбызды тұздық көптеген тағамдарға қосылатын дәстүрлі қосымша болып табылады. Осы аталған әдістермен өт жолдарыңызды және бауырдың саулығын сақтап, денсаулығыңызға мән беріңіз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.